Қазақстан Республикасы орталық Азиядағы тәуелсіз мемлекет, мүмкіндігімен болашағы мол ел, тың идеялар мен даму көзі. Мұндай мемлекет болу үшін шыдам қажет, рух пен дамудың талай қиын жолдарын өткеру керек. Әділет рухы. Дәл осы әділет рухы жас мемлекет құрудағы ең маңызды бағыттардың бірі болды. Елдің бүтіндігі мен гүлденуінің кепілі. Мемлекеттік басқарудағы әділдік Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ұсынған идеяларының бірі еді. Бүгін мен сіздерге демократиялық негізде құрылған Қазақстанды таңдауды ұсынамын. Негізінде мемлекеттік басқарудағы тиімділік пен әділдік жатқан жаңа құрылымдар мен жаңа тәртіпті таңдауларыңызды сұраймын. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында Қазақстан алдында бірқатар маңызды мәселелер туындады. 1993 пен 2000 жылдар аралығында демократиялық институттарды құру және дамыту, жаңа саяси мәдениет қалыптастыру кезеңі болды. 1995 жылы референдумда қабылданған конституция негізінде Қазақстан саяси және экономикалық білім жолын бастады. Құқықтық реформа және ұлттық заңнаманың құрылуы оның ең басты басымдықтары болды. Ол үшін әділдікті анықтап, бекітетін заңгерлер қажет болды. Заң мен құқықтың қоғамға қызмет ету үшін заңгерлердің жұмысы аса қажет. Олардың түпкі мақсаты әділдікті анықтап бекіту. Ең маңыздысы, әрбір заңгер өзінің мемлекет алдындағы, қоғам алдындағы міндетін түсіне білуі қажет. Заңгердің кәсіби қызмет негізінде қаралып жатқан іске құқықтық баға бере алуына байланысты. Одан келіп заңгерлік акт түрінде белгілі бір шешім қабылданады. Ұлттық заңнама бағдарламасы аз мерзімде даярланып іске асты. Әділет министрлігі жұмысқа белсенді түрде кірісті. 1993-1995 жылдар аралығында азаматтық кодекс 100-ге тарта нормативті құқықтық актілер мен Қазақстанның негізгі заңы Конституция қабылданды. Әділет министрлігінің сол жылдары өткізген реформалары заманауи әрі озық саналатын. Біздің неге тәкаппар болуымыз керек? Біз неге өз-өзімізді тежеу керекпіз? Шынайы болу қажет, бәрін өзіміз жасау керекпіз. Еліміз тәуелсіздік алғаннан бері әділет министрлігі қызметінің барлық түрінің теориясы мен тәжірибесі ең басынан жұмыс істей бастады. Жобалық экономикадан нарықтық шаруа жүргізуге өту интеллектуалды меншік нысандарын пайдаланумен байланысты қатынастарға әсер етті. 1992 жылы интеллектуалды меншік нысандарына деген құқық қорғаудың ұлттық жүйесі қалыптаса бастады. 1996 жылы өндірістік меншік құқығы саласында құқық қалыптастырып реттейтін жалпы құқықтық базаны қалыптастыратын заңдар қабылдана бастады. Басымыздан өзі бір қызық кезеңді өткердік. Осы қызметіме жаңадан келген кезде президенттің көптеген заңды күші бар жарлықтары қабылдана бастады. Бір айта кетерлігі, ол кезде заңға қатысты көптеген проблемаларды шештік. Президенттің жарлығына сүйене отырып, уақытылы, аса керекті, дұрыс деген дүниелерді қабылдадық. Орындаушылық өндірістің қамту тиімділігін күшейту үшін құқықтық және орындаушылық өндірістің ұйымдастырушылық негіздері мен орындаушылық өндіріс және сот орындаушыларының мәртебесі туралы заң қабылданды. Сот актілерін орындау сот әділдігіне апарар шешуші кезең. Тәуелсіздік алғаннан бері орындаушылық өндіріс органдарының жүйесі реформалаудың бірнеше кезеңнен өткен. Орындаушылық өндірістің қамту тиімділігін күшейту үшін сот қаулыларын орындау бойынша комитет құрылды. Оның аймақтық департаменттері 4 облыста құрылды. Олардың мақсаты тек сот қаулыларын орындау ғана емес, сонымен қатар сот орындаушылар мен жасауылдарды бақылау және басқару. 1998 жылы әділ сотқа қарсы қылмыстардың жеке дәрежесін зерттейтін жаңа ведомство пайда болды. Да, я имел честь руководить Министерством юстиции 3 года. Мен әділет министрлігін 3 жыл бойына басқардым. 97 жылдар еді. Маған елбасымен жүктелген ең бірінші міндет әділет министрлігін толығымен Алматыдан Астана қаласына көшіру еді. Бірақ қала ол кезде Астана емес, Ақмолатын. Менің ең бірінші міндетім министрліктің басшысы ретінде
осы еді. 97 жылы әділет министрінің бір ғана бөлмесі, қабылдау бөлмесі ғана болатын. Одан басқа ештеңе болмайтын. Осылайша аз уақыт ішінде әділет министрлігі толық құраммен алғашқылардың бірі болып Астанаға көшті. Әділет министрлігіндегі бүгінгі жақсылықтардың барлығы біздің ардагерлердің арқасында. Сондықтан да осы күнде оларға үлкен алғысымды білдіріп, құттықтағым келеді. Зор денсаулық тілеп, олардың еңбегінің ешқашан ұмытылмайтындығын, олардың тәжірибесі қашанда әділет жүйесі үшін қажет болатындығын айтқым келеді. Барлығын құттықтаймын. Зор денсаулық, тек қана жақсылық, жұмыста сәттілік тілеймін. Отан үшін қызмет ете берейік. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов в вашей работе на благо нашей Родины, Республики Казахстан. 2000 жылдардың басы атазаң қабылданғалы 5 жыл өткеннен кейін елімізде заңды жетілдіру үрдісі қарқынды жалғасты. Жаңа 1000 жылдық әділет министрлігі үшін жаңа қырынан танылды және де мемлекеттік басқаруда өз орнын тапты. Басқа министрліктермен салыстырғанда әділет министрлігі түрлі саяси ықпалдарға қарсы тұра біліп, тікелей ата заңға, құқық нормаларына тәуелді болды. Министерству юстиции придавались новые полномочия, в частности, правда, это немножко раньше было, но тем не менее... Мен әділет министрлігін басқарған жылдары үлкен жұмыс жасалды. Және үкіметте сәйкес заң бойынша бекітілді. Бұл заңдар кейінірек бекітілді. Бір қарағанда сондай көкейкесті болып көрінбесе де, көбі тіпті байқағанда жоқ бұл заңдардың қабылданғанын. Демек, әділет органдары белгісіз ортадағылардың атынан бір қатар нормативтік, құқықтық актілердің заңдылығы мәселесі жөнінен сотқа шағымдана алады. Бұл бұған дейін болмаған. Қазір бұл туралы ешкім ойланбайды да. Ал өз кезегінде бұл да бір революциялық серпін болған. Ал менен дата туралы сұраған кезде, қалайша мейрам осы жылы ғана пайда болды ғой. Одан да бұл мейрамды бұған дейін неге тойламағансыңдар деген сауалға жауап беру дұрыс болар деп айтамын. Таким образом, лучше отвечать на вопрос, почему вы до сих пор не праздновали, чем на вопрос, чего вы празднуете, собственно говоря. Конституция қабылданғаннан кейін 5 жыл өткен соң мемлекет негіздерінің барлық жағы ата заң нормаларына сәйкестендіріліп бекітілді. Сыртқы және ішкі саясат, сондай-ақ биліктің барлық салаларындағы мемлекеттік институттар қалыптасты. Әлем қауымдастығына ықпалдасу мемлекет алдына даму мен стандарттардың жаңа бағыттарын қойды. Оларды қамту қажет болды. Одан қосымша органдары мен ведомстволарды құру үрдісі басталды. Бұл органдардың барлық нормативтік құқықтық қатынастары әділет министрлігінің қабырғасында жасалып, кейіннен тиісті министрліктерге жіберіліп отырды.
тот момент закладывались уже принципы государственно. Ол кездері мемлекеттік жекеменшік серіктестіктің ұстанымдары бекітіле бастаған. Әділет министрлігі тарапынан жұмыстар тек қайта құру бағыты бойынша жүргізілген жоқ. Сонымен қатар нарықтық механизмдерді дамыту бойынша да жүрді. Демек, менің айтпағым, бұл адвокаттық қызмет пен нотариалдық қызметтің институттардың нарықтық қатынасына берілуі. Соның арқасында қазірдің өзінде нарықтық қатынасқа жеке сот орындау институты берілуде. Әділет министрлігінің тәжірибесіне сүйеніп, басқа да мемлекеттік органдар өздерінің бұрын жетекшілік етіп, үйлестірген белгілі бір міндеттерін нарықтық қатынасқа беруде. Бұл жеке детективтік қызметке қатысты. Менің ойымша, бұл дұрыс. Демек, сол кезеңде біз егеменді Қазақстанның құқықтық негіздері қалыптасып бітті деп айта аламыз. Осы орайда әділет саласындағы қызметкерлердің барлығын төл мерекелермен құттықтағым келеді. Оларға денсаулық және сәттілік тілеймін. Толыққан біліммен жинақталған тәжірибенің арқасында ведомствоны жетілдіру жұмыстары эксперименттік сипатқа ие бола бастады. Қалыптасқан міндеттер мен әдістерден бөлек, Әділет министрлігі қызметіне қылмыстық атқарушылық жүйеге қатысты сауалдар жіберіле бастады. Колониядан бастап тергеу изоляторына дейін. Дегенмен, жұмыстың бұл түрі ішкі істер министрлігінің міндетіне әлде қайда жақын болғандықтан кейіннен сонда жіберілді. Әділет министрлігі өз кезегінде дамуын еліміз бойынша аймақтық филиалдар ретінде жалғастырды. В период моей работы ряд мер по... Мен қызмет атқарған уақытта ұйымдастырушылық сұрақтары бойынша шешімдер шығарылып, ел облыстарында, Алматы, Астана қалаларында, әділет департаменттері, аудандарда әділет басқармалары құрылған болатын. Бұл салмақты қайта құрулар әділет органының рөлі мен беделін айтарлықтай жоғарылатты. Әділет министрімен бірге қызмет атқарған уақыттарды керемет әсермен еске аламын. Және осы бүгінгі барлығымызға ортақ мерекеде өз әріптестеріме шын пейіліммен шығармашылық табыс тілеймін. Әділет басқармасының алдында тұрған аламан асулардан өтіп, толағай жетістіктерге жете берсін дегім келеді. Денсаулық, бақыт және сәттілік әрдайым сіздермен бірге болсын. Тех больших задач, которые стоят перед органами юстиции. Здоровья, счастья, благополучия. 2005 жыл Қазақстан бәйге алаңында елімізде денсаулық сақтау, білім беру саласы бойынша даму қарқына ілгері жылжып, елбасы құрған Қазақстан 2030 бағдарламасында міндеттелген тапсырмалар орындалуда. Әділет министрлігі заңды және жеке тұлғалар дерекқорының ұлттық тізілімін жасайды. Алғашқы рет еліміздің түкпір-түкпірінен ауқымды ақпараттар жиналып, егжей-тегжей жылжымалы мүліктің тізілімі құрылды. 2006 жылы электронды басқарма жасалды. Соның көмегімен электронды анықтамалар беріліп, қазақстандықтарға ақпараттық қызмет жасалынды. Халыққа қызмет көрсету орталықтарында ауыр және қауырт жұмыстар атқарылуда. Очень интересная работа была по организации центров обслуживания населения по принципу одного окна.
Халыққа қызмет көрсету орталықтарын құру кезінде бір терезе принципі бойынша өте қызықты жұмыс жасадық. Өте қызықты болуымен қатар өте қиын да. Неліктен? Себебі бұл жемқорлық жолындағы тосқауылдардың бірі. Және ортадағы бұл терезелер мемлекеттік органдарға хабарласқан арыз жазушы мен шенеунік арасында ешқандай байланыс болмау үшін құрылған еді. Қазіргі таңда бұл жұмыс сәтті жалғасуда, бірақ алғашқы уақытта тым қиын болған еді. Қарсылықтар айтарлықтай көп болды. Алайда Әділет министрлігінің ұжымы онымен күресе алды. Ал мен министрлікте жүріп көп нәрсені үйреніп, мол тәжірибе жинақтадым. Жастардан жалпы барлық ұжымнан керемет әсер алдым. Білгенімді үйреттім де, білмейтінімді үйреніп жүрдім. Әділет басқармасының осындай кәсіби мерекесінің барына қатты қуанамын және барлық қызметкерлерге мол бақыт, шығармашылық табыстар тілеймін. Әділетті шешім шығару үшін де батылдық, тәуекелшілдік және білім күші әрдайымда жеткілікті болсын. Сапалы заң жобаларын және нормативтік құқықтық база дайындау үшін. Чтобы всегда хватало смелости, силы, решимости, знаний, профессионализма для принятия справедливых решений. 2012 жылы президент жарлығымен Қазақстан Республикасы жоғарғы соты жанындағы соттық басқару бойынша жойылған комитеттің міндеті Әділет министрлігінің басқаруына өтті. Сот актілерін орындау бойынша комитет құрылды. Атқарушылық өндірісті жетілдіру мақсатында 2010 жылдың сәуір айында жеке сот орындаушыларының институты енгізілді. Адам құқығын қорғау ұлттық жүйесін күшейту мақсатында ведомство соттық сараптамалық жүйенің халықаралық стандарттарға жақындауына баса назар аударды. Бұдан бұлай ведомствоның басымдықтары халықаралық мекемелермен өзара байланысты кеңейту, кадр әлеуетін күшейту, материалдық техникалық базаны нығайту болды. Конфессияаралық келісімнің тұрақтылығы үшін Әділет министрлігі ұйымдастырушылық құқықтық және ақпараттық насихаттық шаралар кешенін кеңейту бойынша жұмыстар атқарды. Бұл шаралар діни ахуалдың үйлесімділігіне және діни экстремизмнің пайда болуының алдын алуға бағытталған. Ақпараттық технологиялардағы өрлеуге және электронды үкіметті құрумен байланысты мемлекет басшысы халықтың білім деңгейін көтеру мәселесіне ерекше назар аударды. Біз бүгін ақпараттық қоғам мүмкіндіктерін қолдану арқылы азаматтар мен мемлекеттік органдардың кері байланыс механизмдерінің дамуына ерекше назар аударудамыз. Бүгінде Қазақстанда 8 миллионнан астам адам әлемдік желіні тұтынады. Демек қазақстандықтардың тең жартысы. Сондықтан да электрондық үкіметті 3 деңгейлі электрондық әкімшілік жүйесін дамыту мәселесіне ден қойған жөн. Қазір үкіметте ақпараттық Қазақстан бағдарламасы іске асуда. 2013 жылдан бастап барлық рұқсат рәсімдерді электронды форматқа көшіру жоспарлануда. Бұл аса маңызды. Шенеунікпен азамат қарым-қатынасқа түспесе, мұның өзі жемқорлықпен күресудің бір жолы болмақ. 21 ғасырдың қоғамы заң бойынша сауатты қоғам болуы тиіс. Ал заңды сауаттылықтың негізі ең алдымен ата заңды білуде жатыр. Сондықтан да әлеуметтік жаңғыртудың басты мәселесі ол халықтың құқықтық мәдениетін тәрбиелеу. Мұны балабақшалар мен мектептерден бастау қажет. Колледждер мен жоғарғы оқу орындарында кез келген жұмыс орнында жалғастыру керек. Бұл барлық мемлекеттік органдар мен ұлттық компанияларға, меншіктің барлық түрлері бойынша жұмыс берушілерге қатысты іс. Әділет министрлігі тәуелсіздік жылдары кезеңінде мемлекеттік қалыптасуы мен күшеюіне өз үлесін қосып, белсенді атсалысып келеді. Осы жылдар аралығында ведомство мен оның органдары түбегейлі өзгеріп, мемлекеттік басқару жүйесінде өз орнын тапты. Өзінің көп қырлы қызметінің арқасында Әділет министрлігі егеменді елдің құқықтық саясатын іс жүзіне асырады. Десек те, алда әлі талай асулар бар, көптеген қызықты және игілікті істер күтуде. Ұжымымыз еңбекқор әрі жоғары мамандандырылған. Қазір еліміз дамудың жаңа кезеңіне қадам басқан кезде әлеуметтік, экономикалық сауалдар бойынша бір қатар мәселелер шешіліп, заңдар қабылдануы тиіс. Егемендіктің 20 жыл ішінде Әділет министрлігінің жеткен жетістіктері мен табыстарын одан да жоғары деңгейге көтеруге мен бар күш-жігерімді саламын.